Бала туылғаннан бастап 40 күн өткеннен кейін ит көйлек тастау дәстүрі бар. Ол не мағынада жасалынған? Қазіргі таңда көп адамның білетін бір ғана жауабы бар. Кім-кімнен сұрасаң да, көбіне ит мінезі қалсын деген ғана жауап аламыз. Ал негізгі түп тамырын, тарихын зерттеген өзіміздің Маңғыстаулық жергілікті Қарақия ауданы Құрық кентінде дүниеге келген марқұм Серікбол Қондыбай есімді ғалымның зерттеуінде былай келтіреді. Қазақ үшін 7 деген сан қандай киелі болса, 40 деген сан да дәл сондай киелі. 40-ын сақтау деген бар қазақта. Бұрындары ата-бабаларымыз туылған шақалақтан бастап 40 күнге дейін баланы мына дүниелік деп есептемеген. Өйткені ол баланың көзіне 40 күн бойына ешқандай қара түспейді. 40 күн бойына бала қалың ұйқыда жатады. Ол нәресте кез келген уақытта шетінеп кетуі мүмкін. Баланы да, ананы да осылайша ерекше баптап күткен 40 күн. Өмірдің бәрі қарама-қайшы екі жағы бар. Яғни екінші жағы, адам баласы өмірден өткеннен кейін де ата-бабаларымыз 40 күн бойына ол адамды ана дүниелік, яғни о дүниелік деп есептемеген. Өлген адамды рухы тірі деп, жатқан жері жарық болсын деген ниетте адам өмірден өткеннен кейін 40 күн бойына шырақ жағатына осыдан қалса керек. Енді ең алғаш нәрестенің киетін киімі ит көйлек болса, ешқандай тігіс түспейтін, ең соңғы киетін киімі де кебін, оған да ешқандай тігіс түспейді. Сонымен итке келсек. Қазақтар итті де ерекше құрметтеген, 7 қазынаға қосқан. Сол итке қатысты теңеулер де көп. Мысалға, ит өлген жер, яғни алыс жер деген мағынада. Бала 40 күн өткеннен кейін мына дүниелік боп қалды, ит өлген жерге ала кетсін деп, ең алғаш киген ит көйлек киімін иттің мойнына байлап жүгірткен деседі. Біз болсақ, әлі күнге дейін осыған ұқсас жауапты айтып келеміз. Яғни, ит мінезі қалсын деп. Негізгі мағынасы осы екен. Басқа да нұсқаларыңыз болса комментарийге қалдырайық, ұнаса лайк басайық, және де достарымызбен бөлісейік.